Алуан кәсіп бар, таңдай білде талап қыл демекші. Бүгінгі біздің бейне сюжетіміздің тақырыбы мамандық тұлғасы. Және де біз бүгін УБТ School мектебіне жетіп қалдық. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Наригеева Дана, номер 42-ші Ахмет гимназиясының 9-ге сынып оқушысы. Бүгін бізде мамандық тұлғасы атты бейне сюжет келіп қалды. Бүгін бізде қонақта УБТ School мектебінің директоры Бекжан Нұрлыханұлы. Сәлеметсіз бе? Көңіл-күйіңіз қалай? Күшті, керемет. Жалпы ең алдымен бірінші өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Есімім Бекжан Нұрлыханұлы. Жалпы 25 High School халықаралық мектептер желісінің осы аймақтық директор болып табыламын. Бізде бірінші сұрақ, сіз жалпы өз мамандығыңызды қалай таңдадыңыз? Қалай осы мамандыққа келдіңіз? Бастауыш сыныптан бастап қызықтым. Және осы таңдауымды 5 сыныптан бастап нақтылап, 11 сыныпқа келген кезде менде 2 таңдау болды. Біреуі не армия военный кету, немесе мұғалімдікке кету болды. Өзімнің ағам бар, сол кісінің жолын қойайын деп мұғалімдік жолын таңдадым. Керемет. Біздің екінші сұрақ, осы мамандықты сіз қаншалықты жақсы көресіз? Ұстаз болу ең үлкен мәртебе. Ал бірақ мұғалім болу негізі ең қиын жұмыстардың бірі деп білем. Себебі алдында отырған әрбір балаға білім беру, және оны түсіну, қабілетін түсіну, және одан керемет тұлға жасап шығару негізі қиынның қиыны. Бірақ ең ұнайтыны мұғалімдік жолдың ең жақсысы шәкірттерінің сізге келіп алғысын айтуы, ол ең күшті жетістік деп ойлаймын. Және біздің келесі сұрақ, жалпы осы сіз таңдаған мамандықтың қиыншылықтары неде? Қиыншылықтары бар әрине, бірақ ең қиыны қабілеті жоқ, ынтасы жоқ баламен жұмыс жасау. Бірақ соның өзінен ұлы ұстаз болу үшін жалпы қабілеті жоқ болсын, ниеті жоқ болсын, вообще оқығысы келмейтін баланың өзінен мықты шәкірт дайындап шығу және мықты математик дайындау, бұл ұстаздардың ұстазы деп ойлаймын негізінде. Керемет. Және де біздің соңғы сұрақ, осы мамандықтың болашағын сіз қалай елестетесіз? 2016 жылдан бері осы математика сабақ беріп келе жатырмын. Атырау қаласында, Астана қаласында, Шымкент қаласында, Талдықорған қаласында өзімнің шәкірттерім жұмыс жасап жатыр. Мұғалім мықты болса, негізі ел мықты болады. Жалпы шәкірттерге өзімнің советім осы ұстаз жолды таңдады деп ойлаймын. Жалпы біздің сұрақтар бітті. Сізге осындай сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Осылайша, құрметті көрермендер, біздің қысқаша бейне сюжет видеомыз бітті. Бізбен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Келесіде жүздескенше.